жалпы адамды адам еткен кітап, адамзат еткен кітапханашы. Осы мектептегі кітапхананың 25-ке жуық кітабын оқып шықтым, әдеби. Мен өзім кітапханашының мамандығын қазіргі таңда ең трендке айналған мамандық дер едім. Бірақ мені анам айтатын да, сол сөреден кітап алып беруді, сол оқума, қаяқтағы оқуды таңдап, мұғалім болмайсың ба деп маған сөйдегенде. Балалардың талғамы фантастикаға үйреткен. Апамның астауы, нені беріп өсем, өткенде өз анаңмен бірге оқышайшы деп жаңа ұсынып атырмын ғой. Ой, апай, мынау деген баяғы заманның шығармасы ғой деп әкеп берді ғой. Мен жақсы көретін оқушым. Мен біртүрлі өкпелеп қалдым. Біздер мысалы тойда, қазақтың тойы бітпейді ғой. Қазақтың тойында материал ұсынып, шапан, кимейтін шапандарды ұсынып атамыз. Неге біз Абайдың томдарын ұсынбасқа? Күш білімде, ал білім кітапта. Кітаптың иісін жақсы көресіз бе? Кітапхана сөресіндегі шаң басқан кітаптың иісі шіркін-ай десеңізші. Жайлаудың жұпар ауасын жұтқандай жан сарайыңды жатыратады десем, келісетін боларсыз. Бүгінгі кейіпкеріміз кітап деген сарқылмайтын рухани байлыққа жол сілтейтін шырақшы іспетті. Кітап адамзат үшін қаншалықты қастерлі болса, кітапханашылардың да қадірі одан кем түспейді. Танымның тамашасы кітапта деп, оған қол жеткізу үшін кітап оқудан жалықпа деп, ұлы дана көсеміз Абай айтқандай, біздің кітапханамыз Абай электронды мобильді кітапхана деп аталады. Қош келдіңіздер. Менің кітапханашы мамандығын қалауымның өзіндік бір қыр-сыры бар деп айта алмаймын. Себебі мен негізінде мұғалім болуды армандағанмын. Сонда ол мезгілде оқуға түсу деген бір арман ғой. Қайда түсеміз, біз кім қолдау көрсетеді, соның бәрі біз үшін үлкен жаңағы арман. Сонымен мен кітапханашылықты таңдап оқыдым. Негізінде мен бала кезден кітапқа құмарлығым қасиетім болды, себебі әкем малшы болды, сиыршы болып та жаңағы почтадан газет журналдар алып оқитын. Бірақ мені анам айтатын да, сол сөреден кітап алып беруді, сол оқума, қаяқтағы оқуды таңдап, мұғалім болмайсың ба деп маған сөйдегенде. Қандай кітап? Кітап деген келді міне, болмаған балалық шақ бар, кел балалар оқылып бар. Кітапханашының жұмысы деген қым-қуыт. Ол кітапханашы эмбабап маманның есі ғой. Ол мұғалім де, ол актер де, ол енді барлық мамандық есі деп айталам. Мына кітапхананың жалпы кітап қорын білу керек мысалы. Кітап қорында қандай мамандыққа лайықты кітаптар бар. Оқырман сұранысын қанағаттандыру ол ең бірінші кезектегі кітапханашының міндеті. Мен өзім кітапханашының мамандығын қазіргі таңда ең трендке айналған мамандық дер едім. Жалпы адамды адам еткен кітап, адамзат еткен кітапханашы деп, біздің кітапханамыздың да гүлденіп, жанданып тұруы осы Гүлнар Шакизақызының арқасында деп білемін. Себебі әрбір келген оқырманды тарта біледі. Қай уақытта келсеңіз де, кітапхананың іші бос болған уақытын көре алмайсыз. Үнемі оқушылар кіріп, тіпті үзілісте де келіп, бір мәрте болсын қолдарына кітап ұстап кетеді. Әр келген оқушыға қабағын ашып, әдемі қарсы алып, және оқыған кітап, не оқыдың, не түйдің, қандай түйін алдың деп барлығымен кері байланыс орнатып отырады. Балаларменен жұмыс істеген ұнайды әрине. Баланың жүрегі енді әппақ қой, әппақ қағаз секілді. Жаңағы олардан еш нәрсе жасар алмайсың. Бала оқыған кітабы туралы айтшы десем, кейде балалар келеді, оқыған кітабын бәрін оқыдың ба? Оқыдым. Ал айта ғой, өзіңе ұнаған әсеріңді айта ғой дегенде ынтығып жаңа жеткізеді. Өзіңде осындай жайттар кездесті ме десе, әрине деп кейде өзінің жаңағы жаман теріс қылықтарын айтып қоятын оқушылар болады, оқырмандар кездеседі. Кейде бала өзін ата-анасына айта алмаған қыр-сырын бізге айтып кететін де жайттар кездеседі. Балтабек Нұрғалиев деген оқушы
біздің мектептің оқушысы болды. Сол оқушы жас кезінде 5-6 сыныптан бастап Толстойдың, Абайдың, жаңағы Есенин, Лермонтов барлық кітаптарын оқыды. Мен ана балаға таң қалатын едік. Ол әдебиетке де қызығушылығы басым, орыс әдебиетіне де басым, аударманы қайдан біледі мысалы. Балаға сол бірме-бір кітап оқуға қызығушылығын біздерде арттыра білдік деп ойлаймын. Міне осындай керемет біздің Гүлнар Шакизақызының арқасында біздің кітапханамыз жанданып тұр. Әрбір кітапқа өзінің махаббатын бір баласына қарағандай қарайды ғой. Әрбір сөрені көріп, өзі реттеп отырады. Сондай бір жақсы кісі. Енді осы Гүлнар Шакизақызы екеуміз жақында оқырмандар клубын аштық. Өзіміздің мектептің мұғалімдерінен құралған. 47 000 кітап бар, оның 32 000-ы оқулық данасы. Ал оқырман қазірде 800-ге тарта оқырман, тұрақты оқырман кітап алып оқиды. 80-ге жуық, 82 оқытушы, пән мұғалімдер оқиды. Жалпы кітап оқу деңгейі, оқылым деңгейі жақсы жоғары деңгейде. Бастауыш сыныптар сынып болып оқиды, оның санына келгенде бәрін қосқанда сонда 1300-дей болады, 1300 оқырман. Мысалы, жалпы кітап оқығанда дәстүрлі оқу, яғни қолмен ұстап оқу менен электронды кино сияқты немесе жаңағы тыңдау, аудио тыңдаудың екеуінің айырмашылығы бар ғой. Дей тұрғанмен жастардың кейде уақыты болмайды. Аудио тыңдап та кітап оқуға қызығушылығын арттыруға болады деп ойлаймын. Гүлнар Шакизақызына келетін болсақ, ол кісі өзінің мамандығының хас шебері десем артық емес. Яғни қала болсын, республика деңгейінде ол кісі өте танымал, белгілі кітапханашы. Ол кісімен жұмыс жасағаныма өте қуаныштымын. Яғни үйренерім өте көп. Аяулы ана қазіргі таңда асыл әже деп айтсам болады. Өте тығыз қарым-қатынаста келген оқырмандардың бәрін жаңағы жылы жүзбен қарсы алып, жаңағы оқыған кітабының мазмұнын сұрап, сондай өте керемет жан. Мысалы, үйлерге барғанда сөреде кітаптар тұрады, көбісі қазақша. Сол үшін де мен қуанам сондай көріністерді көріп. Қазақ тілді, қазір қоғамымызда қазақ тілі дами үстінде деп айталам, даму үстінде. Кітапхана, мектеп кітапханасы бұл білім беруді дамытушы ресурс. Ең бірінші кезекте біздер балаға оқулық ұсынамыз, пән мұғаліміне де оқулық ұсынамыз, әдістемелік көмек береміз, әдістемелік кітаптар ұсынамыз, электрондық кітаптар ұсынамыз. Бұның бәрі біздің бірінші міндетіміз, жауапкершілікті. Қалды оқырманның санасын оятуда, білімге деген құштарлығын арттыруда, функционалдық сауаттылығын қалыптастыруда да біздің қызметіміз зор деп айталады. Біз мектебіміздегі Абай кітапханасына үнемі келемін. Өзім 11-ші болғаннан кейін ұбт-ға дайындалу мақсатында осы мектебіміздегі кітапханада тыныштық бөлмесінде отырып дайындаламын. Осы мектептегі кітапхананың 25-ке жуық кітабын оқып шықтым, әдеби. Мектебіміздің кітапханашы Аманжолова Гүлнар апайымызбен мен тығыз байланыстамын. Оқуға құштар мектеп жобасы аясында өткізілетін 8 минуттық оқу жобасы әжемнің ертегісі, ұжыммен бірге кітап оқимыз. Яғни сосын мен тұлға болам атты қазақ халқының ұлттық тұлғаларымен кездесулер өтеді. Оны айта кетсек, Сәуле Досжанова, сосын менің атым Қожаны рөлін сомдаған 2 актер баламен кездескен болатынбыз. Осы кітапхананы мектеп ашылып жатқанда мен осы қызметке орналастым. Сол уақытта еш нәрсе болған жоқ осының ішінде. Тек қана сөрелер, кітаптың сөрелері, шаң басқан сөрелер болды. Ең үздік дизайны, заманауи кітапхана үлгісіндегі ең үздік дизайны мектеп кітапханасын және сондай конкурс болып жатырды. Сосын осыны өзім қолмен сыздым. Осыны сызып
жазып көрсетсем, бояп түсінбейді жаңа дизайнерлер. Сосын келіп, мен оны коробкадан өзім үйден картоннан жасап келіп, осыны кітап оқы деп, осындай Балыстауыштың балаларына арнап, осындай сөре жасадым. Енді мына ол уақытта коворкинг алаңы болмағандықтан осы жерде балалармен тренинг өткіздік. Мектебіміздегі қазақ жазба әдебиетінің кітаптарын, оқыған кітаптарын айта кететін болсам, Зар заман ақындары, Мұрат Мөңкеұлының Ұшқиян, Қазтуған кітаптарын оқыдым, яғни сосын Шұғаның белгісі Бердібек Соқпақбаевтың кітабын оқыған болатынмын. Ол кітаптарда қазақ халқының әдет-ғұрыптарын, ұлттық құндылықтарын, яғни одан кейін қазақи нақыштағы дәстүрлер, салт дәстүрлер айтылған болатын, яғни қазағымыздың тарихи болмысын сипаттаған кітаптар болып табылады. Қазіргі бала оқу керек, міне, Абайдың қара сөзін оқу керек. Ол тұнып тұрған тәрбие. Мына Бауыржан Момышұлының Ұшқан ұясын оқу керек. Бұл да біртұтас тәрбиенің нағыз негізі, тірегі. Тұнып тұрған тәрбие. Гауһартасты оқу керек. Сезім, құштарлық сезімін, махаббатқа деген сүйіспеншілігін оятады. Одан кейін бала тарихын қалай оқымайды. Есенберлиннің көшпенділерін оқыса, егер оның қабілеті жетсе. Қазіргі жастар кітапты өте көп оқиды. Ол алдындары сонда болатын, қазіргі кезде жастар кітапты өте көп іздейді, өте көп оқиды. Сосын кітапханашыларға да құрметпен қарайды деп ойлаймын. Себебі барлық білімнің бастауы осы кітапханашыларда ғой. Енді біздің қазір мысалы бір кітап алатын болсаңыз, келіп ақылдасамыз міндетті түрде. Осындай бір кітап керек еді. Балалардың талғамы фантастикаға үйреккен. Мен соны білдім. Заманауи сондай тез оқиға, тез желісі болса, жаңа біз құсап табиғатты көркемдеп, әсемдеп, бейнелеген шығармадан гөрі, оны аттап кетеді. Апамның астауы, мына нені беріп есем, өткенде керемет шығарма ғой, неге оқымайсың, 8-ші март келе жатыр, өз анаңмен бірге оқышайшы деп жаңа ұсынып жатырмын ғой. Ой, апай, мынау деген баяғы заманның шығармасы ғой деп әкеп берді ғой, мен жақсы көретін оқушым. Мен біртүрлі өкпелеп қалдым. Неге дейсіз? Сосын құрсын деп жаңағы кімнің Рүстем Сауытбайдың шоко әлемді ұсындым, не істер екен деп. Сонда мынау керемет қой, мынау қашан келген бізге дейді ғой. Әркім жұмақты әртүрлі елестетеді. Маған ол әу бастан кітапхана бейнесінде елестейді дейді жазушы Борхес. Шынында да, кітапхананың тұтас адамзаттың өркениетті қоғамға қадам басуындағы рөлі орасан. Осы орайда кітапхана қызметкерлерінің де еңбегін айта кету қажет. Кітапханашы мамандығын ешкім кездейсоқ таңдамайды. Кітапханашы болу жүрек қалауы мен кітапқа деген құштарлықтың қосындысы. Кейіпкеріміздің де пайымы осыған саяды. Баланы негізінде үйде балабақшаға бармай тұрып та тәрбиелеу керек. Кітапқа. Кітаптың иісін сезіну керек қой бала. Кішкентайынан баулу керек. Ол үшін ата-ананың өзі кітап оқу керек. Кітап оқуға сүйіспеншілігі болу керек. Балаға кітап сатып алып беру керек. Кітап дүкеніне апару керек бірге. Мысалы, мен немерелерім кітап құмар. Баламен бірге бала болу керек қой. Мысалы, мақтағыз ертегісін айтып қана қоймау керек. Мақтағыз ертегісін сахналап, сол жерде көрсетсе бала, бірін сен мысық бола ғой, сен мақтағыз бола ғой деп, немесе мысалы алтын сақа ертегісі. Оны көз алдына елестетіп айту үшін балаға ертегіні айтып бергенде дауыс ырғағыменен мыстан кемпір бола қалып айтып, жаңағы жалмауыз кемпірдің, мыстан кемпірдің дауысын салып, жаңағы баланың аптеп асықты алып кеткені, отыра қалып, алып кетіп, бұғып қалып, соның бәрін әсермен айтса, бала ертегіге де қиялы несі дами түседі. Мысалы, құштарлық арта түседі. Адамдар айтады, біз сіздерге қызмет қылайық, бізді үйлеріңе кіргізші дейді. Жоқ, үшеуіңді бірге кіргізе алмаймын, сендерді менің астық толы қоймам бар, соны күзетіңдер дейді. Содан үшеуі күзетеді. Бір күні мысық, адал күзетеді ол.
жаңағы тек қана берген тамағын жеп қанағат қылады да, ал торғай болса кітапханашыны негізі жоғарғы деңгейде көмектеу керек деп ойлаймын. Сен мұғалімдермен бірдеймізсің негізі жұмыс жасап жатқанымыз. Бірақ көзге көрінбейді енді айта берсем. Өте ұсақ та жұмыстары. Қазіргі таңда адамды адам еткен кітап қой енді. Әбіш Кекілбаевтың сөзімен қорытындыласам, негізі жастарды кітап оқуға шақырамын. Қазір яғни кітап білімнің заманы ғой. Оқу керек. Қанша технология дамыса да, кітаптың несі жойылған емес, мазмұны. Енді әр мамандықтың өзіндік ерекшелігі бар ғой, енді жаңағы кітапханашы баяғыдан бері айтып келатырмыз, бұл енді жауыр болған ұсыныс та, оны бәріңіз де білесіздер, статусын көтерсе деп, бізден педагог кітапханашы деп статусын көтерсе деп айтылды. Ұсынысымды айта аламын, өзімдік мәртебем бар деп ойлаймын. Мысалы, ұжымда да қай ортада болмасын, ол өзіне байланысты сияқты меніңше. Менің мамандығымның дәрежесі жоғары деп айта аламын. Мен ешқандай өзім төмендете алмаймын еш уақытта. Жылма-жыл жалақымыз біздің 20%-ға өсіп келе жатыр. Мысалы, мұғалімдермен бірге 20%-ға өсіп келе жатыр. Қалай оқысам, қайсы әдебиет, қайсы шығарманы оқысам екен деген кезде біздің Гүлнар Шакизақызының бәріне жауабы дайын тұрады. Мотивациялық оқыңыз, міне мына әдебиетті, шетел көркем әдебиетін болсын тауып бере алады. Кітап оқымайтын, қазіргі кезде кітап оқымайтын адамдар аз деп айта алмаймыз. Жоқ, көп бар олар. Бұрын солай ойлайтынбыз ауылды жерде тұрған кезде. Қазір білмедім. Өте менің көз қарасымда көп. Әлде айналамда сондай адамдар болғаннан кейін ба? Солай ойлаймыз. Біздер, мысалы, тойда, қазақтың тойы бітпейді ғой. Қазақтың тойында материал ұсынып, шапан, кимейтін шапандарды ұсынып атамыз. Неге біз Абайдың 5 томды, Абайдың томдарын ұсынбасқа? Соны бір жаңағы тренд қылып шығарсақ, той сыбаға, Абай жолын ұсыну, тағы да көркем шығармалар, көп томдық көшпенділерді ұсыну, мысалы, керемет туындылар. Шерхан Мұртазаның нені жаңағы Қызыл жебесін ұсыну. Кітаптан көп дүние алуға болады, мысалы, біліммен қатар. Тәрбие де алуға болады, кітаптан көп үлгі-өнеге алуға болады. Кітап сыйлауға кеңес беремін. Кітаптан яғни рухани азық алуға болады, көп білім алуға болады, тәрбие алуға болады, негізінде. Көп қой мағлұматтар кітаптан. Оқу керек, іздену керек қазіргі жастар. Сол себепті кітап сыйлау керек кітапханамызға шын жүрекпен. Қазақ тілді кітаптар көптеп шығарылуда. Мемлекет тарапынан қаржы көп бөлініп, қазір жол картасы бойынша, мысалы, биылдың өзіне 3 миллионға жуық кітап алдық. Қазіргі таңда қоғамда енді кітап оқу қолға алынды ғой. Кітап оқу қолға алынды. Мемлекет басшысының өзі міне қолдау көрсетіп, қазір заманауи үлгіде кітапхана жабдықталды Екібастан. Өзім осындай мақсатқа жеткеніме қуанам. Осы мамандығының мәртебесінің артқанына. Егер бір адам кітап оқымаса, бұл оның өз қасіреті, ал миллиондаған адам кітап оқымаса, тұтас бір ұлттың қасіреті деген ұлылардан қалған сөз бар. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев өскелең ұрпақтың тәрбиесіне, идеология мәселесіне көп көңіл бөлу керектігін қай жиында да айтып жүреді үнемі. Қазір еліміздегі мектеп кітапханаларында 130 миллионнан астам кітап бар көрінеді. Бірақ өкініштісі, ондағы көркем әдебиеттің үлесі мардымсыз. Шын мәнінде, кітап оқитын ел ғана зиялы ұлтқа айналады. Бұл ретте жас ұрпақтың кітапқа құштарлығын ояту маңызды. Ал оны жүзеге асыру кітапханашы дейтін мерейлі мамандыққа артылған жауапкершілік.